Әй ұлым, сөз ішіне өтірік қоспа. Түстік жерге өтірік айтсаң, кешке ізіңнен барады. Сөзің қысқа болсын. Арқанның ұзын болғаны жақсы, сөздің қысқа болғаны жақсы. Біреуге қиянат жасама. Біреуге қиянат жасауды өзіңе қиянат жасау деп түсін. Хикаят. Бір байдың қойы шектен көп еді. Оның қиянат жасамайтын ұяты күшті шопаны бар екен. Ол үнемі қойларды сауып, сүтін қой иесіне алып келетін еді. Бір күні бай сүтке жарты кесе су қосып шопанға: "Осыны сатып келгін" деп тапсырады. Шопан оған қарап: "Әй қожайын, мұсылмандарға қиянат жасама, өзіңе зияны болады" деді. Бай шопанның кеңесін тыңдамай, пайдасын ойлап сүтіне су қосып сата берді. Бір күні шопан қойларды сай жерге иірді де, өзі төбенің басына қисайып жатып ұйықтап қалады. Кенеттен қатты жаңбыр жауып, лезде сел қаптап қойларды ағызып кетті. Барлық қой. Екінші күні шопан қалаға келеді. Қой иесі: "Бүгін неге сүт алып келмедің?" деп сұрады. Шопан: "Әй қожайын, мен саған сүтке су қоспа деп едім. Менің сөзімді тыңдамадың. Өткен күні сүтке қосқан суларының бәрі жиылып сел болып келді де, қойларды ағызып кетті" деп жауап береді. Әй ұлым, қиянаттан аулақ бол. Өмірде қиянат жасаған адамның қияметте қол аяғы дірілдейді. Әй ұлым, екі жүзді опасыз болма. Денеңдегі киіміңді таза ұста. Ит те киімге қарап үреді деген. Жұрт сұхбатыңа қарап үлгі алады. Біреу сұрақ берсе, жауабың дайын болсын. Бұрынғы даналар: "Не соярыңды білсең, пышағыңды қайрап жүр. Не сұрарын білсең, жауабыңды сайлап жүр" дейтін. Біреуді қасақана мұқату үшін іс істеме. Әдетте сұрақ үш түрлі болады: шын сұрақ, сын сұрақ, жын сұрақ. Әсілі іштар мен күншілдер жын сұраққа үйір келеді. Олар сұрақ қойса, жауап беріп қиналма. Жаманға сөз қайтармаудың өзі жауап. Ащы сұраққа тұщы жауап айтылмас. Әй ұлым, ілімге тоқмейілсіп мастанба. Әр істі ойлап істе. Кеңескен істе кемшілік аз болады. Ақылды жанашыр достарыңмен кеңескейсің. Білгенің жөн. Бір кісінің ой пікірі екі кісінің ой пікіріндей болмайды. Бір көз екі көзбен көргендей болмайды. Әрбір істе орташа болған жөн. Сөйлеуде, жұмыс істеуде шыдамды бол, саспағын. Сырыңды өзіңнен басқа ешкімге шашпағын. 30 түстен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Дәмін байқап татпаса, піскен аста да шикілік бар. Байқап, сырын айтпаса, адамда да түлкі бар. Әй ұлым, өзіңді өзің мақтама. Мақтаншақтық өтірік айтқызады. Өтірік көңіл қайтқызады. Шешемін деп мақтанба, халық айтпай, батырмын деп баптанба, барып қайтпай деген. Мақтан қума, ел мақтайтындай іс жаса. Есек қана ақырып өзін-өзі мақтайды, бірақ оның дауысы дүйім жұртқа жақпайды. Жігітті не мақта бастырады, не жақта бастырады. Шайырлар ол жайлы бүйдейді. Әй ақсұңқар, ұшқырмын деп мақтанба. Алдыңда құрулы тұрған торлар бар. Әй арғымақ жүйрікпін деп мақтанба. Алдыңда қазулы тұрған орлар бар. Әй ұлым, тағы да айтамын, тіліңе абай бол. Байқамасаң, өз тілің өзіңе жау. Қотыр қолдан жұғады, пәле тілден жұғады. Артық сөйле, кем сөйле, таразылап тең сөйле. Жыланның уы тісінде, адамның уы тілінде. Тіл қауіпті болғасын, Құдай оны екі жақ, екі тіс, екі ерінің ішіне қамаған. Бұрынғы даналар тілді қынапсыз қылышқа теңейді. Себебі байқамасаң, біреуді тіліп те түседі, іліп те түседі. Ұзын шапан аяққа оралса, ұзын тіл мойынға оралады. Адамның бір ажалы тілден деген. Ауыз оймақтай болғанмен одан ормандай сөз шығады. Сиыр мүйізінен жазса, аңғыр тілінен жазады. Құдай тілді қару етіп берді екен деп, олай да бұлай да кеземе. Тілді берген Құдай, тілден шыққан әрбір сөздің есебін түгендейді. Ақыл екі түрлі болады. Біріншісі тума ақыл. Оны табиғи деп те атайды. Бұл адамдағы табиғи қымбат қасиет. Екіншісі кәсіптік ақыл, яғни еңбекпен табылған ақыл. Бұл кәсіби ақылды данышпан дейді. Егер табиғи ақылың болмаса, оған ешбір лаж жоқ. Енді кәсіби ақылды игеруге бар күшіңді жұмса.
Ақылдылар қауымынан болмасаң да, данышпандар тобына қосыл. Екеуінің біріне ие болғаның абзал. Халықта ата болмаса, анадан жақсы ешкім жоқ дейтін мақал бар. Егер ақылды болғың келсе, хикмет үйрен. Ақыл хикметпен кемелденеді. Аристотель данышпан ақылдың күші неде деп сұрағанда, ол адамның күші тамақ ішкенде көбейеді, ақылдың күші хикмет үйренгенде кемелденеді деп жауап берген екен. Әй ұлым, егер сен менің осы үгіт насихатымды тыңдамасаң, оны амалға асырмасаң, мен сені қинамаймын. Талай адам бұл кітапты оқыр және түсінер. Осы кітапқа сай іс істер. Ал менің әрбір сөзім бақыттың бастау бұлағындай. Құдай тағала саған да, маған да, кітапты оқығанға да және жазғандарға да екі дүниеде есепсіз рахым шапағатын нәсіп етсін. Бұшмағырұлы Кейқауыс. Ақпарат Қабуснама кітабынан алынды. Оқыған Мақсат Пазылбекұлы.